Сәлем достар, бүгін сіздер өте қызықты әрі мұқияттылықты талап ететін логикалық сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Видеомызды бастамай тұрып, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастаймыз. Кішкентай Дэнни бүгін ұзақ уақытқа үйде жалғыз қалды. Себебі Дэннидің анасы жаңа жұмысқа тұруға кеткен болатын. Ол күні бойы компьютер ойнап, өзінің жаңа конструкторын құрастырды. Сондай-ақ Дэнни өзінің досымен телефон арқылы сөйлескен болатын. Оның досы өзінің үй жағында соңғы уақытта түсініксіз заттар болып жатқан, ел арасында қалада түрлі құбыжықтар пайда болды деген сөз жүріп жатқанын айтады. Бірақ Дэнни мұны тез ұмытып кетеді. Кешкісін есіктің қоңырауы шалынады. «О, мамам келді» деп қуанған Дэнни есіктің саңылауына қарағанда, есіктің ар жағында үш бірдей әйел тұрады. Олардың үшеуі де Дэннидің анасынан аумайды. «Қанекей достым, Дэнниге көмек беріп, оның анасын табайық». Ортадағы әйелдікіндей сөмке қазір үйде тұр, демек ол құбыжық. Ал мына фотода Дэннидің анасының мойнында қал бар екенін байқауға болады, демек мына әйел Дэннидің анасы. Зұлым сиқыршы Велнор өзінің ескі досы Қара Мак Адамды жекпе-жекке шақырады. Қуанышқа орай жекпе-жек жақсы аяқталады, екі сиқыршы да тірі қалады. Бірақ олардың соғысы кезінде табиғатқа көп сиқырлы күш тарап кетеді. Нәтижесінде жан-жақта түсініксіз заттар орын ала бастады. Велнор өзінің көмекшісі ретінде сол түсініксіз құбылыстарды тауып реттеуді саған тапсырды. Мен саған көрсететін суреттерге қарап, ненің дұрыс емес екенін тап. Марк есімді саяхатшы өзінің досынан естіген адам мекендемейтін аралға аттанады. Ол аралға 2 күнде жетіп, ыңғайлы жерге шатыр тігіп, аралды аралап зерттеуге кетеді. Бірақ Марк өзінің шатырына қайтып келгенде, өзінің жол сөмкесін таба алмай қалады. Ендеше Маркке оның жол сөмкесін табуға көмектесіп жіберейік. Марктың жол сөмкесі мына құстың ұясында жатыр, демек құс сөмкені ұрлап алып, ұясына апарып тығып қойған. Ал енді жылдамдыққа арналған тапсырма. Мен саған бір суреттер көрсетіп, сол суреттерден нені тауып санап шығу керектігі туралы айтамын. Сен барынша жылдам жауап беруге тырыс. Мына фотодағы барлық иттерді сана. Алты ит болатын, таптың деп ойлаймын. Енді шляпаларды сана. Жалпы саны 8 шляпа. Сыныптағы глобустарды санап шық. Ар болғаны 5 болатын, қиын болмады деп ойлаймын. Енді соңғы сенің тапсырмаң көбелектерді тауып санап шығу. Тоғыз көбелек, барлығын таба алсаң жарайсың.
Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.